125-ші сабақ жазбаша көбейту және бөлу алгоритмін қолдану. Бірінші есепте. Өрнектерді жауабымен сәйкестендірсең, шығармалардың авторларын білетін боласың. Сен бұл авторлардың шығармаларын оқыдың ба? Бізге Мұзафар Әлімбаев және Ермек Өтетілеуұлының шығармалары берілген. Енді кітаптағы есептердің жауабын шығарып, осы суреттермен сәйкестендірейік. 458-ді 2-ге көбейтсек бізде 916 шығады. Яғни, бұл шығарма бізде Ермек Өтетілеуұлынікі. Келесі 522-ден 395-ді азайтсақ 127 шығады. Яғни, бұл шығарма бізде Мұзафар Әлімбаевтікі. Келесі 513-ге 413-ді қоссақ 916 шығады. Яғни, Айбат Әліпбек шығармасы Ермек Өтетілеуұлынікі. Келесі 229-дан 102-ні азайтсақ 127 шығады. Яғни, бұл шығарма Мұзафар Әлімбаевтікі. Келесі 381-ді 3-ге бөлсек 127-ге тең. Яғни, бұл шығарма да Мұзафар Әлімбаевтікі. Және соңғысы 1000-дан 84-ді азайтсақ 916-ға тең. Яғни, бұл шығарма бізде Ермек Өтетілеуұлынікі. Екінші есеп өрнектер бойынша есептер құрастыр. А есебіне қарайық. 15 көбейтілген 3 қосылған 23 көбейтілген 4. Бізде бірінші амал көбейту амалы, екінші амал көбейту, ал үшінші амал қосу амалы. Осыған сәйкес орындайық. Бірінші 15-ті 3-ке көбейтсек 45-ке тең. Қосылған 23-ті 4-ке көбейтсек 92-ге тең. Ал 45 пен 92-ның қосындысы 137-ге тең. Келесі А есебі 458 қосылған 362 қосылған 23. Алдымен бірінші қосу амалын орындаймыз, одан кейін екінші қосу амалын. 458-ге 362-ні қоссақ, бізде 800 шығады. 820 шығады. Ал 820-ға 23-ті қосайық, ол 843-ке тең. Қалған Б және В есептерінде дәл осылай орындаймыз. Яғни бірінші бізде көбейту амалы, екінші азайту амалы. Ал келесі В есебінде бірінші көбейту амалы, екінші көбейту амалы, үшінші азайту амалы орындалады. Үшінші есеп өрнектерді құрастыр және жаз. А есебіне қарайық. 202 және 4 сандарының көбейтіндісін, яғни 202 көбейтілген 4, 2 есе кеміт, яғни 2-ге бөлу. Бірінші біз көбейту амалын орындайық. 202-ні 4-ке көбейтсек 808-ге тең. Ал 808-ді 2-ге бөлетін болсақ 404-ке тең. Келесі А есебіне қарайық. 210 және 540 сандарының қосындысына, яғни 210-ға 540-ты қосып жазайық. 160 және 2 сандарының бөліндісін қос. Яғни 160 бөлінген 2 сандарының бөліндісін қосу қажет. Сонда бізде бірінші бөлу амалы, екінші қосу амалы, үшінші қосу амалы орындалады. Сонда былай орындайық. 210-ға 540-ты қосатын болсақ 750 қосылған 160-ты 2-ге бөлсек 80-ге тең. Сонда 750-ге 80-ді қоссақ 830-ға тең. Қалған Б, В, Г есептерінде дәл осылай орындаймыз. Төртінші есеп есептерді шығар. А есебі дүкенде аудиокітаптар жазылған 90 диск және балалар әндері жазылған 65 диск 5 сөреге тең бөлініп қойылды. Әр сөреге неше дисктен қойылды. Яғни, бізде аудиокітаптар 90 диск, ал балалар әндері 65 диск. Және 5 сөреге тең бөлініп қойылды. Яғни, барлығы бізде 5 сөре бар. Енді сұрақ әр сөреге, яғни бір сөреге қанша дискіден қойылды. Шешуін орындайық. Ол үшін біз бірінші барлық дискінің санын анықтайық, яғни 90-ға 65-ті қосамыз. Сонда бізде 155 шығады. Енді оның барлығын 5 сөреге теңге бөліп қойса, демек 155-ті 5-ке бөлеміз. Сонда 31-ге тең. Демек жауабы әр сөреде 31 дискіден бар.
Келесі ә есебінде осылай шарттың шешу жауабын шығарып жазамыз. Келесі 5-ші есеп есепте. Бірінші қатарға назар аударайық. Бірінші 501-ден 73-ті азайтып, оны 2-ге бөлген. 501-ден 73-ті азайтсақ, 428-ге тең. Ал 428-ді 2-ге бөлсек, 214-ге тең. Келесі екінші 442 азайтылған 352 көбейтілген 2. Яғни 442-ден 352-ні азайтсақ 90-ға тең. Ал 92-ге көбейтсек 180-ге тең. Сонда қалған есептеулерді де дәл осылай шығаратын боламыз. Келесі 6-шы есеп фигураның боялған бөлігінің ауданын тап. А есебіне қарайық. Бізге тік төртбұрыш берілген және оны теңде 2-ге бөлген. Сонда тік бұрышты үшбұрыштың ауданын табуымыз керек. Біз білеміз, тік төртбұрыштың ауданын табу үшін ұзындығын еніне көбейтетін едік. Және суретке назар аударсаңыздар, осы тік төртбұрыш теңде 2-ге бөлінген. Яғни тік бұрышты үшбұрышты ауданын табу үшін оны 2-ге бөлсек жеткілікті. Яғни тік төртбұрыштың ауданын 2-ге бөлеміз. Сонда бізде ұзындық 9, ені 6, яғни 9-ды 6-ға көбейтіп 2-ге бөлеміз. 9-ды 6-ға көбейтсек 54-ге тең, ал 54-ті 2-ге бөлсек 27-ге тең. Демек, бізде боялған бөліктің ауданы 27 сантиметр квадратқа тең. Келесі ә суретіне қарай, бізде жалпы шаршының ұзындығы 6 сантиметр және шаршы теңде 4 бөлікке бөлінген. Яғни, шаршының қабырғасы теңде 2-ге бөлінсе, демек, мына кіші шаршының ауданын ұзындығын табу үшін, осы ұзындықты 2-ге бөле салсақ жеткілікті. Яғни, мына кіші шаршылардың ұзындығы 3 сантиметрден тең. Енді бірінші шаршы және екінші шаршының ауданын табу болайық. Яғни, S1-ді табу үшін біз шаршының ауданын табу үшін ұзындығына көбейтетін едік. Яғни, А көбейту А. Сонда 3-ті 3-ге көбейтсек 9 сантиметр квадрат. S2-ні де дәл солай табамыз. Яғни, 3 көбейтілген 3 тең 9 сантиметр квадрат. Енді жалпы боялған бөліктің ауданын табу үшін осы екеуін қосамыз. Сонда 9-ға 9-ды қоссақ 18 сантиметр квадрат. Демек, екінші есептегі, яғни фигурадағы боялған бөліктердің ауданы 18 сантиметр квадратқа тең. Келесі 7-ші есеп. Есепті шығар. Есептің сұрағына жауап беру үшін саған қандай деректер қажет екенін анықта. Балабақшаға сыйлау үшін әр топқа, яғни бір топқа, әр топ дегеніміз бір топ, 5 ертегі, 7 жануарлар туралы кітап, жануар белгі және 20 бет белгі сатып алды. Бет белгі. Егер сыйлық 9 топқа жасалған болса, барлығы қанша сыйлық сатып алынды? Яғни 9 топқа қанша? Ол үшін біз бірінші бір топқа қанша сыйлық сыйланды? Солардың санын анықтайық. Ол үшін 5-ке 7-ні және 20-ны қосайық. Сонда 5-ке 7-ні қоссақ 12, 12-ке 20-ны қоссақ 32-ге тең. Яғни бір топқа 32 сыйлық сыйланады. Ал 5 топқа қанша сыйлық сыйланатын, 9 топқа қанша сыйлық сыйланатын табу үшін 9-ды 32-ге көбейтсек жеткілікті. Сонда бізде 288 шығады. Демек, жауабы барлығы 288 сыйлық сатып алынды. Келесі 8-ші есеп, кесте бойынша есептер құрастыр және шығар. Бізде алдымен саны берілген және құны берілген, бағасы берілген. Ал біз барлық санын табуымыз керек. Яғни, бізде санын табу үшін құнын бағасына бөлеміз. Құны бөлінген бағасы. Сонда бірінші және екінші деп белгілеп алайық. Бірінші заттың санын табу үшін 84-ті 42-ге бөлеміз. Яғни құнын бағасына. Сонда 2-ге тең. Демек, 2 дана зат бар. Келесі екінші заттың санын табу үшін 87-ні 29-ға бөлеміз. 3-ге тең. Яғни екінші зат 3 дана. Ал енді барлығы қанша екенін табу үшін, яғни 2-ге 3-ті қосамыз. Сонда 5. Демек, барлығы 5 дана зат алынған.